Байланыста оң қазақ. Бүгін түрмеге кеттік, яғни «Пошли в тюрьму» фильмі жайлы айтып беретін боламын. Отвали, это моя сучка. Фильм центрінде енді ғана түрмеден шыққан Джон болады. Ол бірнеше рет түрмеге түсіп, өз уақытын өтеп шыққан болатын. Алғаш 8 жасында фургон алып қашпақ болғанда, сосын чекті ақша айырбастайын дегенде, сол кезден бастап оның болашақ өмірін Нельсон Питерман үшінші шешіп қойған болатын. Келесі жолы олар Джон 18 жасқа толғанда жолықты. 23 жасында толғанда ол түрмеден босап шықты. Бірақ бұл ұзаққа созылмады. Көлік ұрлаған үшін Джонды тағы да сол судья түрмеге жіберді. Барлық уақытын өтеп бұл бостандыққа шыққан Джо барлық үшін судьядан кек алуға бекінді. Өзін журналист ретінде таныстырып, Джон сот басқармасына хабарласып, Нельсон Питерманның жақындағы бір сот процесіне қатысқысы келетіндігін айтады. Бірақ судья 3 күн алдын бақи болған екен. Джон ызалана жөнелді, себебі енді оның кек қайтаруы арман болып қалатын болды. Барлығын ұмыту үшін ол барда ішімдікке салынып отырды. Кенет ол газеттен Нельсон Питерман 4-ші әкесі Нельсон Питерман 3-шіге мемориал ашпақ болып жатқандығын көреді. Егер судьядан кек ала алмасам, онда оның ұлынан кек аламын деп шешті. Оны аңдып тауып алды. Нельсон халық алдына сөз сөйлеп жатқан сәтінде ол оның көлігін бұзып кіріп, ішінде бардак жасайды. Кофесіне түкіріп тастайды. Ештеңеден күдіктенбеген Нельсон жолда кетіп бара жатыр. Ал Джон болса оны әлі аңдып келеді. Нельсон өзін өте керемет сезініп келе жатты, бірақ бірден астма ауруы ұстап қалды. Кислород бөтелкесі бітіп қалған соң ол жақын жердегі дәріханалардың біріне тоқтауға мәжбүр болды. Кислород іздеген Нельсон дәріхананы қирата жөнелді. Оның бұл ісін көрген фармацевт оны ұры деп ойлап қалды. Отқа майды келіп жеткен Джон қойды. Ол жақын жерге парковка жасап қарумен оқ атты. Бұны естіген фармацевт ұрының қаруы бар деп ойлады. Нельсонды ұстап алды, бірақ оның қол астындағылары оны шығарып алуға асықпады. Себебі оларға өзінің бастықтарының бостандыққа шыққаны керек емес еді. Нельсонның дәріханадағы жасаған барлық сұмдықтары камераға түсіп қалыпты. Нельсонның басында бұл уайымдатқан жоқ, себебі ол судья Евой бұнымен келісе саламын деп ойлады. Бірақ та ол Нельсонмен келіспейтінін анық білдірді. Осылайша суд Нельсонды айыпты деп шешім қабылдады. Нельсонға бұл ісі үшін шынымен де түрмеге тоғытып бірнеше жыл берді. Суд процесін Джон бақылап отырды. Алайда тіпті Нельсонды түрмеге тоғытса да ол бір ләззат сезім ала қойған жоқ. Ал керісінше, кешке жақын оның үйіне 2 күдікті жігіттер келді және тыйым салынған заттарды сатып алғысы келетінін жайлы айтты. Джон бұлардың полиция қызметкерлері екендігін бірден ұқты. Содан соң олардың провокациясына әдейі алданған секілді кейіп танытты. Себебі ол Нельсонмен өзі айналысқысы келді. Сот кезінде Джон егер де оны Нельсон отырған түрмеге жіберсе, барлық кінәні мойындайтынын айтады. Судья Евой Вун әрине бұл ұсынысқа келісті. Түрмеге алып баратын автобуста Джон Нельсонге жақындауға барын салды. Нельсон болып жатқан оқиғалардан шошып отырғандықтан, ал Джон оған жылы сөйлегендіктен, Джон оған жылы дос ретінде көрінді. Түрмеге келген сәтінде түрме бастығы түрменшіктер алдында сөз сөйледі. Ол бірден ешкімді аямайтынын анық жеткізді. Сосын барлығы киім алып өз камераларына тарады. Джон бұл жерде барлығын танығандықтан, ол белгілі бір мөлшерде ақша беріп, Нельсонмен бір камераға түсті. Түрмедегі өмірмен бетпе-бет келген Нельсон шарасыздықтан жылап жіберді. Джон болса оған түрін жинап жүруге кеңес берді. Әйтпесе бұл жерде бір аптада өмір сүрмейсің деп қорқытты. Джон оған түрмеде өмір сүру үшін ең басты қағидаларды айтып шықты. Бірақ ең басты ережені айтпады. Ешкімге сенбе. Алғаш рет асханаға барған Нельсон жергілікті тағамдарды көріп таң қалды. Ал Джон болса кімнің кім екенін және кімнен аяқ тартып жүру керектігін айтып түсіндірді. Түскі ас уақытында бір инцидент орын алды. Түрмедегі авторитеттердің бірі Линерд екінші бір авторитетке атылып, Джон мен Нельсон отырған үстел үстінде өз ісін аяқтады. Үлкен денелі кіріп келген күзетші Нельсонға айғайлап төбелесті кім бастағандығын сұрай бастады. Өз кезегінде Нельсон Джонның нұсқауымен Линердті ұстап берді. Ал камераға келгенде Джон Нельсонға ол адамды ұстап беруді нұсқаған жоқ екенін және оның нұсқауын дұрыс түсінбегенін айтады. Енді Нельсонға 2 есе қиынға соғады, себебі түрмеде құлақтарды мүлде ұнатпайды. Алғаш душқа баруда Нельсонды аса қуанта қойған жоқ. Түрмеде әйелдер болмағандықтан кейбір адамдар өз жолдастарын бір істері жасау үшін пайдаланатын. Нельсонға бірден Бэрри атты авторитеті бар жігіттің көзі түсті. Бірақ оны Джон құтқарып қалды. Барлығына өзінің камераласын тек өзі ғана қолданатынын айтып. Содан соң Нельсон өзінің қол астындағы бір адаммен кездесті. Сол сәтте Нельсон енді фондтың басшысы емес екенін, тіпті өз ақшаларында басқара алмайтынын естіді. Бұл хабар оның еңсесін түсіріп жіберді. Бірақ бұл жайлы ұзақ ойлаудың қажеті болмады. Түрмеде жұмыстар өте ауыр болды. Нельсон жаңа ортаға мүлде үйреніп кете алмады. Барлығында Джон оған көмектесіп өмір сүруін жеңілдетті. Бірақ ол Джон Бэрридің берген ақшасына және де басқа заттары үшін камераласын сатып кеткені жайлы білген жоқ. Джон болса бұл келісімге қуана келісті. Бір кезде Джонды күзетші келіп қоқыс жинау керек деген сылтаумен алып кетті. Бірақ шынында ол күзетшімен келісіп алған болатын. Ал камерада жалғыз қалған Нельсонды ұстап Бэрридің камерасын алып келді. Бэрридің өзі пайда болғанда өзіне не керек екендігін жайымен астарлап жеткізе бастады. Ол оған түрмеде жасалған виноны берді. Ол бірден емес ухажер етіп болған соң өзіне керектіні алатынын айтты. Есі ауысып кетпеу үшін Нельсон күнделік жаза бастады. Түрмедегі 4-ші айда келіп жетті. Бір күні оның алдына біреу дәлет сіңдіріп картерден шығып жатқан Линердтен сәлем жолдайды. Мұның соңы қалай аяқталатынын білген Нельсон
Асханада Линнертке барып барлығын үлкен адамдарша шешуді ұсынды. Бірақ өзінің әкесін өлтіргені үшін түрмеде отырған Линнерт оны тыңдағысы келмеді және оның санаулы күндері қалғанын айтты. Түрмедегі күзетшілер тіпті Нельсонның қанша уақыт шыдайтыны жайлы ставка тіге бастады. Біраз уақыт Линнерт пен оның адамдарынан кездесуді қашу үшін Джон Нельсонға Картерге түсуге ұсыныс жасайды. Олар барлығын солай жасады. Джон күзетшіні ұрып құлатты, бірақ барлығын Нельсон жасағандай етіп көрсетті. Ол Картерде 2 күн өткізді. Бұл жерде оған өте қорқынышты болды. Нельсон тіпті есінен адасып кете жаздады. Камераға оралған соң Нельсон өз еркімен бұл өмірден кету дұрыс шешім болады деп шешті. Түрмедегі дилердің ішінде белгісіз бір сұйықтығы бар бір сприш алды. Бірақ ол ойлаған ісін соңына дейін жеткізе алмады. Себебі Линнерт өз адамдарымен келіп қалды. Нельсон өз өмірімен қоштасып жатты. Бірақ кенет Линнерт ішінде сұйықтығы бар спришті көріп, бұның есірткі екенін деп ойлап қалып, сол жерде қабылдайды. Әрине оны қабылдаған соң ол сол жерде бірден бақилық болады. Барлық түрменшіктерді бұл таңғалдырды. Ешкім Нельсонды бұл кездесуде тірі қалады деп ойлаған жоқ болатын. Бұл оқиғадан соң әрине Нельсонның авторитет жинап, одан бәрі қорқатын және құрметтейтін болды. Одан соң Нельсон Берримен әжетханада кездесіп қалды. Бірақ Берри барлығы секілді Нельсоннан қорықпайтын. Ол Нельсонға оны жақсы көретін және олмен жақындастыққа түспесе қолына не керетінін көрсететінін айтты. Нельсонға келіскен кейіп танытудан басқа ештеңе қалмады. Кенеттен бір топ жігіттер кіріп Берриді соққыға жыға бастады. Бірақ оларды Нельсон тоқтатып, оны бұл жолы кешіретінін айтады. Нельсон авторитет болғаннан бері оны барлығы құрметтеп, оның айтқандарын орындайтын болды. Ол үшін әрине Нельсон Джонға алғысы шексіз болатын. Себебі ол түрмеде өзін қалай ұстау керектігін үйреткен болатын. Бірақ Джон бұған қуана қойған жоқ, тіпті қатты ашуланды. Джон Нельсонның түрмедегі өмірі өте қиын болғанын қалады, керісінше емес. Ал ертең Нельсонда уақытынан алдын босатуға сұхбат болатын. Джон камераласын сәттілік тіледі және осындай мереке күні оған сүйікті сусынын сыйлады. Нельсон болса бұған күдікпен қалады, себебі банканың беті ашылған еді. Ал Джон болса жақын досына сенбейсің бе деп үлкен қойылым қойып тастады. Ақыры Нельсон суды іште де талып құлады. Нельсон талып жатқанда Джон және де басқа да түрменшіктер Нельсонның маңдайына нацистік тематикадағы уақытша татуировка салып қойды. Нельсон әрине бұл сұхбаттан өткен жоқ. Енді ол Джонмен айқасқа түсуге келді. Нельсонды түрме өзгертіп жіберген болатын. Ол бұрынғыдай әлсіз болған жоқ. Екеуінің арасында төбелес басталды. Джон осылайша Нельсонның әкесіне кек алып жатқандығын мойындады. Оларды келіп жетіп тоқтатқан күзетші оларға ұсыныс тастап, жұма күні жекпе-жек ұйымдастыратын жеңілген адам енді тірі қалмайтынын айтады. Тіпті жеңген адамда. Если ты победишь, ты умрешь. Разница в том, что победителя убью я. Түрмедегі күзетшілер мен түрменшіктер кімнің жеңетініне ставка қойып бастады. Оның арасында Нельсонмен күресуге адам келгендігін айтады. Ол уақытынан алдын босап шыққан Берри екен. Ол Нельсонға алғысын білдірді және оның арқасында ол жақсы жаққа өзгергенін айтты. Ал Нельсонның миында керемет жоспар пайда болды. Ол бұрынғы офисіне қоңырау шалып, Нельсон түрмеде бір адамды асырап алғанын және енді барлық фондтың ақшасы соған тиесілі екендігін айтады. Сол сәтте Берри кабинетке кіріп келді. Ешкім онымен текетіресуді қаламады. Жекпе-жек өтетін күнде келіп жетті. Камераластар бір-бірімен аянышты төбелесті. Бірақ бір сәтте Джон жеңе бастады. Бірақ Нельсон Джонға сприштегі сұйықтықты салып үлгерді. Содан соң Джон талып түсті. Ал Нельсон болса ешкімге сенбе деген қағиданы ұғып алды. Нельсонның артында да дәл сондай сприш бар екен. Бірнеше секунд өткен соң ол да жерге талып қалады. Жекпе-жек тең болып аяқталды. Екеуі де бақи болды. Жерлеу рәсімдері жасалды. Берри болса жалғыз мұрагер болғандықтан барлық ақша соған өтті, яғни $8 миллион. Күн батқанын күтіп ол күректі алып моланы қазып алды. Нельсон тірі екен және сап-сау. Ол түрмедегі дилерден адамды 3 күнге ес-түсінен айыратын сұйықтық алыпты. Нельсон осылайша түрмеден босап шығыпты. Ал Берри болса суд экспертіне ақша беріп, оның өлімін растатқызыпты. Енді Нельсон еркіндікте болатын, себебі бүкіл әлем үшін ол өлдіге саналды. Бірақ олардың бір бітпеген істері болатын. Ол Джон. Оларға жекпе-жек жайлы айтқаннан соң екеуі де бір кемеде болғандықтан түрмеден тірі шығу жоспарын құрған екен. Содан соң оқиға бізді 1 жыл алдыға жібереді. Нельсон, Берри және Джон вино бизнесін алға қойыпты. Әрине ол түрмедегі рецептпен жасалады екен. Осылайша біздің киношоу аяқталды. Соңына дейін тамашалағандарың үшін рахмет. Пока.